көру үшін қыз бен жігіт айтысын, досқан менен шақырайық ақ жанды. Шапалақтарыңыз болса. Молдабаев Досқан. Қонысыба Ақжан. Сіздерге берілген тақырып зайырлы қоғам және жоғары руханият. Қадірлі ағайын, ақынға деген үлкен шабыт беру үшін сіздердің шапалақтарыңыз. Сондықтан да шапалақтарыңыз аямай отырыңыздар. Бастайын сөздің басын өлеңменен, шоу сыйлайық халыққа көрем деген. Алдыңа жас буының келіп отыр, сөзде сөзге жырғылып өрем деген. Амандаспау ел жұртпен айып болар, айтысымыз басталды дегенменен. Ассалаумағалейкум деп алды мен, көрерменге бас иіп сәлем берем. Жанымда отырғаның ай бір түрлі екен, жұп болып мендей қызға өзіңдей қап-қараның ай. Өзіңді білуші едім ай, өзгеше деп тұрушы етпейнең сенің, беу шіркін елден нерек ай. Театрда сомдап жүріп ай көлеңкені, айтыста қалмашы сен, беу шіркін көлеңкемдей ай. Есбергенова Әсел 9-шы сынып оқушысы және Сұлтанова Әсел. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар, шабытқа шабыт қосып отырыңыздар. Сөз өнерін бағалайтын ел жоғары, айналдым салтынан арқым сенің ай. Көрген сон айтыстайтын жүрген сеге, шабытым қалмас енді бірден сөне. Жұп болып сізбенен жуыққан сон, жырлайын тоқтамай күннен сере ай. Бәркелді ендеше үшінші айтыскер ақындарымызды шақырайын. Қыздың жол жіңішкелейді, қыздан бастап шақырайын. Жұлдызбаева Алтынгүл, 8-ші сынып оқушысы, қыз бен жігіт айтысы. Жақсылықты жырлар деп халық бізге бұрған бет, ер сайынып нұр дәулет, сахнаға қыздан қалмай жылдам жетті. Қошеметіңе бөлемен, егемен елдің женесіндей жырлап берсем егемен. Армысың келген ағайын, танысып сөзбен алайын, ұлымын елдің бір тұтқан абырай шоқан абайын. Нұрдәулет атты ұлыңмын, ғылымның сырын ұғындым, қалғанын айтар қарсылас шаймайын бәрін сырымнан. Сабақта деп десесін, жай ғана бас көтермей отырсам да, түймені түйдей ғып көрсетесін, өзіңде қалғыменен отырсам
отырсанда, ей, отырсанда. Сыныптас көп байқаған деп жырлайсың, дегенмен саған да көп куәгер бар. Сабақта көп сөйлеп сен отырмайсың, ұстаздар шындық үшін қол соғыңдар, ей, қол соғыңдар, ей. Армысың әділғазы көрерменім, өзіңнің қолдауын мен көгеремін. Сұрасаң шаңырағым алтын емел, намысын қорғау үшін мен келгенмін, ай, мен келгенмін. Мұғалім мен ата-ананың айтысы бір керемет қызықты айтыс болады деп көреміз. Ендеше мұғалім Сүйенов Ержан, тарих пәнінің мұғалімі. Тоқсал, қошемет қойыңыздар. Сержанның айтысатын Қартабай Мақсот, ата-ана, Қиғыз шаңырағы, Қырықбай Сәбиттің әкесі, бәрі жазылғаннан ішінде. Сіздерге берілетін тақырып ұлттық қауіпсіздік және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Ақырында қара сөздің шыны дейді, қарамас өлер жасқа ұғын деймін. Орнындай босататын жұмыс емес, жеңіп шығып ойланайын содан кейін. Есберген Анел марапатталады. Екінші орын. Көріңізде Леуін тұрсын, әлі талай додаға қатысасыз, құтты болсын.